Үй жағдайында дәл дүкендерде сатылатын сияқты өте әдемі, дәмі де керемет пирог дайындаймыз. Егер де қонақ күтетін болсаңыз, дастарханға жасап қойсаңыз, өте көп адамға жетеді және де түрі әдемі болады. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған 4 жұмыртқаны алып, оның үстіне шекер қосамыз. Барлық заттың мөлшері міндетті түрде описанияда болады, сондықтан описанияны бір қарап алыңыздар. Бірінші жай скорста, кейіннен қаттырақ скорста жақсылап миксерлейтін боламыз. 4-5 минут миксерлесеңіздер, аппақ болып әдемі болып шығады. Миксерлегенде әдемі көпіру үшін барынша бөлме температурасында тұрған жұмыртқа ыңғайлы. Егер де мұздай болатын болса, қатты көпірмеуі мүмкін. Бисквит жасайтын кезде де сондықтан бөлме температурасындағы жұмыртқа жақсы деп жатады. Енді осының үстіне сүт құямыз, кейіннен сұйық май құямыз. Екеуінің де температурасы сүт мұздай емес, кәдімгі бөлме температурасында болған жақсы қыздар. Солай жасап көріңіздер. Екеуін де жақсылап миксерлейміз. Негізі осы уақыттарда миксер емес, кәдімгі венчикпен немесе кез келген лопаткамен болса да араластыруға болады. Үстіне какао саламыз. Егер де какао қатты түйіршік болса, ситадан өткізіп салыңыздар. Үстінен разрыхлитель және де еліктен өткізіп алдын ала дайындап қойған ұныңызды салып аласыз. Барлығын бірден емес, аз-аздан салыңыздар. Және де егер де лопатамен араластыратын болсаңыздар, көп емес, астынан жоғарыға қаратып араластырасыздар да. Ал егер де мен сияқты миксермен араластырсаңыздар, азғантай 1-2 мәрте айналдырып, кейін қалғанын міндетті түрде лопатамен айналдырыңыздар. Өйткені миксерді көп қолданатын болсаңыздар, сіздердің көтерілген бисквиттеріңіз қайтып жатып қалуы мүмкін. Осымен біздің тестамыз дайын. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қарапайым творог керек. Творогтың үстіне кукурузный крахмал, шекер және де жұмыртқа саламыз. Қатты қою болып қалмас үшін кішкене сүт те құямыз, қыздар. Осының барлығын енді жақсылап блендерден өткіземіз. Қыздар, егер де сіздерде блендер болмаса, творогты салған кезде біртіндеп ситадан өткізсеңіздер, өте әдемі қоймалжың масса шығады. Сол кезде барлығын просто қасықпен араластыра салуға болады. Біз начинкамызда дайын. Енді табамызға, қызып тұрған табамыздың астына кішігірім сары май жағып қоямыз да, кейіннен жаңағы тестамызды біркелкі етіп құйып шығамыз. Начинкамызды да мен просто қасықпен сала салдым. Егер де кондитерский мешокпен салам десеңіздер, ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Әдемі 4 бұрышты етіп, немесе узормен ирек қылып, әртүрлі қылып салып алсаңыздар болады. Енді осыны қызып тұрған печкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Әркімнің печкасына байланысты өте жұмсақ болып піседі. Піскен піспегенін кәдімгі ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Үстіне осылай сахарный пудра сеуіп ұсындым. Қыздар 2-3 күн тұрса да ешқандай қатпайды, бала-шаға өте сүйіп жейді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің арнама қонақ болсаңыздар, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар, қыздар. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.